Hoş gelipsizler. Şangıraklarınız kutlu olsun, bereketli olsun, toy olsun. Al berekeli şangırak olsun. Berekeli şangırak. Oldu. Ya, hiçbir koysun. Al hoş geldingizler bardыктарыңызга. Берік аға осы Қарекет қайырымдылық қорының 913 баспанасы құтты болсын. Сіздерге табысталып жатыр. Осы құтты берекелі баспана болсын. Қарекет қайырымдылық қоры 2017 жылы құрылған болатын. 5 жылдың ішінде 900-дан аса баспана табыстаған. Соның ішінде осы Маңғыстау облысында 60-ға жуық баспана табысталды. Ал Берік аға қонысыңыз тағы да құтты болсын. Біздің Қарекет қайырымдылық қоры жайлы қайдан білдіңіздер? Қарекет қайырымдылық қоры жайында жалпы хабардармыз. Теледидардан бұрын негізінде көріп жүргенбіз. Осындай көптеген азаматтарға, азаматшыларға қайырымдылық жасап, сөйтіп жылулық танытып, сөйтіп жүргендерімізді көріп жүріп, және де өзімізде осы баспанаға мұқтаж болғандықтан кеше Инстаграмдан қойып, содан әлеуметтік желі арқылы сіздердің телефон нөмірлеріңізді алып, мына Гүлжанат ханым өзіңізбен хабарластық қой. Қазан айында біз 25 немесе 26-сында өтініш сіздерге жазып жібердік. Содан сіз адресімді айтып 12-35-те тұратынымды, сосын өзіңіз келіп, үйді көріп, қал жағдайымызды сұрап біліп, екеуміздің бірінші көз мүгедек екенімізді, 10-шы этажда тұратындығымызды, лифтінің істемей қалған көп жағдайлары болатыны, сол себептен біз жаяу түсіп, жаяу көтерілуге, сондай жағдаймен жүріп жатқан неміз бар. Сөйтіп өтініш сіздерден деп өтініш айтып, осы баспана сұрадық. Енді міне сол қазан айынан бері қарай есептесек, бүгінгі таңда, бүгін 21 май болғандықта 7 айдың көлемінде Аллаға шүкір алып отырмыз. Халыққа рахмет, осы қайырымдылық қоры Қарекетке рахмет, жалпы ана Гүлмира Мұханқызына рахмет, сосын және де жаның ашып, аға деп, апа деп жүгіріп жүргеніңе өзіңе де рахмет. Осы 7 айдан бері әлі күнге дейін кеше де көлігіңмен алып кетіп жатсың, алып келіп жатсың, үйге қайтып апарып салып жатсың. Осы жалпы алғысым шексіз. Қайырымдылық қорына табыс тілеймін, бақыт тілеймін отбасыларыңызға, шаңырақтарыңызға шаттық болсын, берекелі болсын, ел жұрт аман болсын, бейбітшілік аман болсын. Осындай мүмкіншілігі шектеулі, көп балалы аналар, нелер, Алла тағала осы сіздердің көмек сұрағанына көмек алып, өстіп, біз құсап, қуанышқа неге кенеле берсін деймін, басқа айтамын. Қарекет қорына мыңда бір алғыс, халқыма, Гүлжанат ханымға, сосын үлкен Гүлмира Мұханқызына, осы жүгіріп жүрген барша ханымдар мен мырзаларға көп алғысын айтамын. Енді қобалжып айта алмай тұрмын, білген жоқ. Екеуміз үйде негізі айтып отырдық бір-бірімізге. Бірақ екі ойлы болып отырдық. Жалпы бұрын көріп жүргендіктен хабардарымыз ғой, мүмкін болып та қалады деген. Көп болса көңілімізді көтеріп, сол жаңағы Мұрат Қожаның концертін көріп қайтарымыз деген ойда болдық. Мыңда бір алғыс сіздерге, семьяларыңа бақыт тілеймін. Шүкір Аллаға, Аллаға рахмет. Қобалжып айта алмай тұрмын. Ал баспанаңыз осы Ақтау қаласының өте жақсы таза микрорайондарынан өздеріңізге кең, ас үйде кең, өзіңізге ыңғайлы болатын. Жақсы жерде орналасқан, көршілерге тыныш, ішіндегі ремонттары өте таза, барлығы берекелі шаңырақ болсын. Сұлу деймін, апаймын, 12-ші микрорайонда тұрам. Осы Сабизде 6 жыл болды істегеніме, мына балалармен 1 жыл болды. Осыларды алып жүретін апаймын. Енді бұларға келсек, бұл балалар дейтін екеуі де өте қарағанда сильный дейді, қазақша қалай айтады, мықты балалар. Аллекеннің берген несін көтеріп, бір мұнайып, бір нетіп жүрген балалар емес, ананы сұрап, бірақ сонда да өзінің осы таза ниеттерімен мынандай үйге жетіп жатыр. Бұл да Алланың бергені олар. Біріншіде айналайын, мына әкандарыңыз құтты болсын. Іші тек денсаулығыңыз көп болып, мынаның ішінде
ал экен жақсылықтың бәрін осы сіздің мәканыңызбен өздеріңізге берсін деймін. 362 әулие қолдасын, жан жақтағы жақын жұрттарыңыз аман болсын. Міне қара қандай біздер нетеміз, үкіметке, кісілерге ашыналамыз, жаңағы айтып қоямыз. Бірақ мұны все равно победимый. Мына кісілер қандай нетсе де өздері победить етіп, сіздердің арқаңыздан, қарекеттің арқасынан міне үй алып, өздерімен өздері бір үлкен семья болайын деп жатыр. Олар так үлкен семья. Сонда да міне әйтеуір ешкімге жалынбайды, өздерінің үйі. Соғайын, сіздерге де басымызда иеміз айналайындар. Рахмет, сау болыңыз. Осындай балалардың несін қолдарыңызға алып, мынандай жақсы неге әкеліп, үлгіге әкеліп көрсетіп жатсыңыз. Мұнда рахмет, аман жүріңіз, бастарыңыз, семьяларыңыз аман болып, қызық көріп жүре беріңіз.